Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети. Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, тема сегодняшнего урока қуыршағымның аты Қарақат. Мою куклу зовут Қарақат. Сабақтың мақсаты таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну, мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс боламыз. Давайте мы с вами сейчас познакомимся с новыми словами. Қуыршақ, кукла, мысық, котенок, күшік, щенок, қонжық, медвежонок. Енді балалар, тыңдалым тапсырмасы бойынша мәтінді мұқият тыңдаймыз. Внимательно слушайте текст. Менің атым Әнел. Меня зовут Анель. Менің досым бар. У меня есть подруга. Оның аты Анна. Ее зовут Анна. Менің ойыншығым көп. У меня много игрушек. Мынау қуыршақ. Это кукла. Қуыршағымның аты Қарақат. Мою куклу зовут Қарақат. Ол әдемі. Она красивая. Досымның ақ қояны бар. У подруги есть белый зайчик. Екінші тапсырма. Второе задание. Айтылым. Мынау не деген сұраққа жауап береміз. А теперь ответим на вопрос. Это что? Мынау піл. Это слон. Мынау қуыршақ. Это кукла. Мынау доп. Это мяч. Мынау арыстан. Это лев. Мынау аю. Это медвежонок. Третье задание. Үшінші тапсырма. Суретті пайдаланып, сөйлем құра. Посмотрите на картинку, ребята, и составьте предложение. На этой картинке у нас котенок. Менің мысығым бар. Сенің мысығың бар. Оның мысығы бар. Мысық – это котенок. Келесі суретте бізде қонжық. На следующей картинке у нас медвежонок. Менің қонжығым бар. Сенің қонжығың бар. Оның қонжығы бар. Үй жұмысы. Домашняя работа. Өлеңді жаттау. Выучите наизусть стихотворение, ребята. Мәшине қатты. Қонжығым жұмсақ. Қылығы тәтті. Көрші өзің жұмсап. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.